Сәлеметсіздер, мен есімім Дәулетова Таңсұлу және мен болашақ журналист маманмын. Және бүгін біз ерекше сұхбат аламыз. Ағылшын мұғалімінен керемет сұхбат аламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Көбінше айтатындай, ұстаз мамандығы бұл өте қатты жауапкершілік және жүрек тыңдайтын қалау. Сіз осымен келісесіз бе? Иә, әрине, 100% келісем. Сізге бүгін бірнеше сұрақ қойсам. Мгм. Ал ендеше бірінші сұрағым, неліктен осы ұстаз мамандығын таңдадыңыз? Ұстаз мамандығын мен есім білгелі балалық шағымнан бері арманым. Кішкентай кезімнен осы мамандықты армандаған болатын. Сол себепті есейген кезде осы мамандыққа оқуға түсіп, осы мамандықты аман есен бітіріп, қазіргі уақытта 75-ші мектепте ағылшын тілі маманымын. Дәл қазір осы мектепте жұмыс атқарып жүрмін. Ол өте керемет. Ал ендеше екінші сұрағым, осындай кәсіп бала арманыңыз болған ба? Иә, жаңада айтып кеткенде ол есім білгелі, сол мұғалім болу деген кішкентай кезімнен келе жатқан арманым болатын. Ұстаз болудың қандай жетістігі бар? Ұстаз болудың жетістігі ол менің ойымша өзіңнің оқушыңның белгілі бір дәрежеге жеткенін көру ұстаз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Жалпы біздің қазіргі уақытта Астана бойынша көптеген дарын секілді олимпиадалар көп, және соларға өзіңнің атыңнан оқушы апарған кезде, ол бір белгілі бір орын алған кезде, ол бір өзің үшін керемет жетістіктердің бірі деп ойлаймын. Бірақ дәл қазір мен жас маман болғандықтан оқушымды әлі етіп апарып көрмегенмін, бірақ қазіргі уақытта бізде ағылшын тілі болғаннан кейін әр баланың өзінің уровеньдері бар, и әр бала уровеньға өскен сайын ол мен үшін кішігірім жетістік болып саналады. Ал ендеше тағы сұрақтар қойсам, ұстаз болудың ең қызық жағы? Ең қызық жағы, меніңше, көбіне сабақ берген процесс емес, балалардың сабақтан тыс кезіндегі бір-біріңмен ашық әңгімелесу, олардың мен жайлы ойын білу маған өте қызық. Әсіресе сол кездері өте қызық болып келеді. Осы ең қызық жағына да қарай, оның қиын да тұстары болады, ол сізге қалай әсер етеді? Қиын тұстары ол көбінесе қазіргі уақытта әр бала өзінің мемлекет бойынша өзінің орнын, өзінің құқығын білгендіктен қазіргі балалар өте дамыған, ақылды болып келеді. Кейбір кезде мұғалім білмейтін затты оқушы біліп тұрған кезде өте қиын болады. Мысалы, ол сабақ бойынша емес, өзінің жеке құқығы жайлы біліп, сондай кездерде не істеріңді білмей қалып, психологиялық жағына көбіне сүйенеді. Сондай кездер қиын мен үшін, өзім үшін сондай кездер қиын. Ал былай жалпы мұғалімдік, ұстаздық мамандығы, өз пәніңді жетік білсең, бұл мамандық особо қатты қиын емес деп ойлаймын. Ендеше соңғы сұрағым, оқушылармен жұмыс істеудің қандай қасиеті маңызды? Ең бірінші, орысша айтқанда коммуникация, ағылшынша community. Олардың тіл табыса білуі, яғни әр баланың ішіндегі өзінің бір скрытый жағын ашу білу. Яғни бізде ағылшын тілінде әрқашанда болады аудирование, speaking, listening and reading. Сол сияқты әр баланың өзінің скиллстары бол. Скиллс деген ол бізде навыктары. Көп балалар, мысалы, жазуды жақсы жазса, оқуды, айтылымды дұрыс айта алмайды. Сол кезде біз балаға өзінің бір қырынан емес, екінші қырынан да жетілуін көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Бұл өте дұрыс. Ендеше бітіре келе, қазір жастарға қандай кеңес беретін едіңіз? Оқушыларға немесе болашақ ұстаздарға? Болашақ ұстаздарға кеңесім, бірінші өз-өзіңізді дамытыңыз. Ұстаз әрқашанда даму үстінде болу керек. Жасыңызға қарамай болашақ ұстаз болсын, үлкен дәрежелі ұстаз болсын. Ол кісілер бізге әлі күнге тәлімгерлеріміз де айтып келеді, әрқашанда даму үстінде болың. Сізге де болашақта үлкен жетістік тілеймін. Осы журналист мамандығын жақсы меңгеріп, бұйыртса біз мектепке нақты бір телеарнаның журналисті болып келіңіз. Сізге де үлкен жетістіктер тілеймін. Сізге көп рахмет. Ал ендеше осылайша біздің сұхбатымыз бітті. Барыңызға рахмет, сау болыңыздар.